Жайлауында жүрген жігіт бағып қой, дос келді деп жасап жатыр ұлы той. Ассалаумағалейкум құрметті ағайын, бүгін сіздерге қазақ осы деген тамаша әнді үйрететін болам. Ең оңай тәсіл. Яғни мына пернелерді тек санап табу арқылы үйрене аласыздар. Алдын ала айтып қойын, үйрене аласыздар. Тек мен айтқанымды орындап отырсаңыздар. Астына мына жерге схемасын шығарып қоям. Осы қазақ осы әнін бүгін үйренетін боламыз. Ең оңай тәсілмен. Сандар арқылы, яғни сандардың көмегімен бастайық. Алғашында 0-ден бастап жатсаңыз, бұлай бас бармақпен тартыңыз, оңай болу үшін. Ең басында 0 саны, міне төменде жазылып тұр 0. Яғни ешқандай пернені баспаймыз. Бірлет бұлай бас бармақпен шертеміз. Астын, мынау үсті, мынау асты. Бірлет. Сосын 7-ші пернеге барамыз. 1, мынау 1-ші перне, мына сызық бөліп атады, одан кейін 2-ші перне мынау. Сосын 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7-ші пернені астынан, міне астынан деген мынау үстіңгі қыл, мынау астыңғы қыл. Астыңғы қылдан басамыз, мына сызықтың дәл алдынан. 4 саусақ бұлай тұрады, бас бармақ осылай тұрады. Қатты қыспаймыз қолды. Саусақтың ұшымен мына қылдың үстінен басамыз, мына сызықтың дәл алдынан. Сонда ғана дыбыс шығады. Сөйтіп, міне астынан схемадан қараңыздар, 7 саны 6 рет тұр, яғни 6 рет тартамыз. Мына 2-ші саусақпен 1, 2, мына 5-ші пернені басамыз. 7, 6, 5. Қаттырақ басамыз, дыбыс шығу үшін жақсылап. Бірлет тартамыз бұны. Енді басынан бастап қосайық барлығын. Түсінікті қоя. 0, 7, 7, 7, 7, 7, 7, сосын 5. 7-ші пернені 6 рет тартамыз. Болмаса бұлай санасаңыздар болады. 1-ші 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Сосын 5-ші пернеге келгенде 7 дейміз. 7. Осылай міне санап үйренсеңіздер болады. Енді 8-ші пернеге барамыз. Санап бара қойыңыздар. Мына кішкентай саусақпен бірлет тартамыз. 8, сосын 7-ге жылжимыз. 7-ші пернеге. Сосын 5-ші пернені де бірлет. Сонда үшеуін бір-бірден тартамыз. 8, 7, 5. Жаңа қай саусақпен басу керек, оны міне астына схемаға шығарып қоям. Яғни 7-нің астында кішкентай санмен беріледі. Сол жаңағы қай саусақпен басатыны. Сол саусақтармен басыңыз, сонда оңай болады тарту. Әйтпесе әртүрлі саусақтармен басса, тағы қолыңыз жаңа саусақтар үйреніспей қалады. Солай тағы да бір жолын тартып көрейік қайталап, 0, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 5, 8, 7, 5. Болмаса бұлай міне. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6-ға дейін санайсыз. Сосын 7, 5-ке барғанда. Сосын 8, 7, 5, 1, 2, 3. Міне бірінші жолын үйрендік біз. Саусақ басу қиын болуы мүмкін. Мына сызықтың алдынан басамыз, жақсылап. Қайта баса беріңіздер. Бірінші, яғни ең бастысы қолды қыспаңыздар. Қол жамағалы бос болса, еркін. Оңай ұстайсыздар мына пернелерді. Перне басу қиындау, қалғаны оңай. Саусақ бұлай бүгілет. Бұлай жан жақта кетпесін. Бұлай ұстап үйреніңіздер шамалы болса да. Әдемілеп. Қыл басылса болды, главный, сосын саусақ түзу тұру керек. Қаттырақ басасыздар қоя саусақтың ұшымен. Көп тарта берсе қол үйренеді саусақ. Басында енді қиын болуы мүмкін, соған жаңа шыдаңыздар, қайта тартып. Сосын асықпаңыздар. Бір жолын үйрендік, енді 2-ші жолы тағы да сандар, дәл жаңағыдай саусақпен басамыз, тек сандар өзгереді. Жаңағыдай басамыз. Сандарын айтып отырам. Осылай бас бармақпен тарта береміз. 0, 5, 5, 5, 5, 5, 5. Сосын 3-ші перне,
бірінші саусақпен, сосын сандарын жаттап алғасын, мына 5 деген, сосын былай санап айтсаңыздар болады. 1, 2 деп санап айтайық. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 дегенде 3-ке қарамыз. 8. Осылай шатаспайсыздар. Сосын қайттан 5, 1 дейсіздер оған, 1, сосын 7. 2, 3, яғни 1, 2, 3 деген қанша рет тартатынымыз. Мысалы, 1 қанша рет тартатынымыз реті ғой, мысалы 1, 2, 3 деп санап отырғанда шатаспайсыздар. 5, 7, 7, 1, 2, 3 деп. Міне сандарын жазып алыңыздар, я болмаса мына схемада тұр ғой. Соны менен сатып алсаңыздар болады тиімді бағада. Я болмаса көшіріп алыңыздар, астында шығып тұрады ғой. 4-ақ жол ғой бар болғаны. Сосын басқа да әндер бар. Ең бірінші осы әннен бастасаңыз, главный мына тәсілді түсініп алсаңыздар, әрі қарай оңай болады. Басқа әндерді де осы тәсілмен тарту. Сосын жаңағы осы әнді жақсылап жаттап алған оқушыға мен 2 әнді сыйлыққа берем, яғни 2 әннің схемасын. Ол үшін жаттап алып, сосын комментарийге жазыңыздар, я, мен үйрендім деп. Сосын жаңағы басқа 2 әнді сыйлыққа беретін боламын. Ал енді 3-ші, 4-ші жолды әрі қарай үйренейік. Әрі қарай тағы да сандары. 0, яғни 0 деген ешқандай перне баспаймыз. Мынау сосын ең басында 1 болады, я, шатасып кетпеңіздер. 0, сосын екінші перне, 2, 3, 3, 3, 3, 2. Мына саусақтармен қай саусақпен басу керек, ана санның астында жазылып тұрады, соны қараңыздар. Мынау мысалы 4-ші саусақ, кішкентай саусақ. 5, 3, 2. Бұлай санасаңыздар болады. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 дегенде мына екінші пернеге барасыздар. Сосын 1, 2, 3, 5, 3, 2, 1, 2, 3 дейсіздер. Барлығын айтқан жоқ мен, сандарын неден схемадан қарап алыңыздар, мен тек көрсетіп жатырмын. Осылай міне тартылуы. Та 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 та. Бірге тартатындарды осылай қосып тартасыздар. Әуені осылай. Сосын әрі қарай екінші пернені 4 рет тартамыз. 1, 2, 3, 4. Сосын үшінші перне екінші саусақпен басамыз. 1, 2, 3. Төртіншісіне келгенде мына екінші пернен басамыз. Сосын ашық. 3 рет ашық соңында. Санап айтайық, жаңағыдай. Шатасып кетпеңіздер, мен санағаным ол жаңа перненің саны емес, тек шатасып кетпеу үшін санап отырмын. Кәне 3-ші жолдан бастап 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3. Сосын 4-ші жол. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Сосын ашық. 1, 2, 3. Осылай міне. Енді үйреніп алдыңыздар деп ойлаймын. Кім түсінбей жатыр, комментарийге жазыңыздар. Главное, сандардан шатасып кетпеңіздер. Мына схемадан қарап отырыңыздар, сосын менімен бірге тартыңыздар. Қалай ыңғайлы, енді жазып алыңыздар да, сосын әдісті түсініп алып асықпай тартыңыздар. Сөзімен де қосып айтсаңыздар да болады, кімге қалай ыңғайлы. Енді сөзімен айтып көрейік. Жайлауында жүрген жігіт бағып қой. Сәл тоқтаймыз, сосын дос келді деп жасап жатыр. Тыр дегенде 3-ке барамыз. 3-ші пернеге. Сосын 5, 7, 7. Ұлы той деп
айтсаңыздар жақсы. Мына жерде сөзі негізі кейбір жерлерде бөлек анық той дейді, бірақ ұлы той дегенде жақсы келеді. Үшінші жол алғашқы буынға бөліп жатыр, міне көріп тұрсыздар ма? Алғашқы рет көріп тұрсын сен оны. Сәл тоқтаймыз. Нағыз қазақ осы міне танып қой. Қайттан үшінші, төртінші жолды қайталаймыз. Алғашқы рет көріп тұрсын сен оны, нағыз қазақ осы міне танып қой. Міне осылай. Міне осы төрт жолды үйреніп алсаңыздар, әрі қарай тағы шумақтар бар ғой, сол шумақтар осы төрт жолға қайталанады. Сондықтан осы төрт жолдың сандарын жаттап алыңыздар. Әрі қарай қосу шамалы оңайлау. Міне екінші шумағын қоссаңыздар да болады. Барлығы енді 8 шумақ деймін. Сәйгүліктің құйрық жалы, дәл жаңағы сандар таралған. Сүйетұғын қазақ осы, қарандар қазақ осы, күй шығарып ән салып, көкпар тартып қыз қууға жаралған. Міне осылай кете береді. Ең бірінші осы сандарын жаттап алыңыздар, бірінші төрт жолын. Ал бүгінше осы қазақ осы әнін үйрендік. Кім үйреніп алды, неге жазыңыздар, комментарийге. Каналға жазыңыздар. Тағы да келесі сабақта басқа ән үйренетін боламыз. Ол үшін осы әнді бірінші бітіріп алыңыздар. Ал баршаңызға сәттілік.